Бұл залымыз тәуелсіз Қазақстан тарихы залы деп аталады. Тәуелсіздік бұл ең алдымен қазақ халқының бостандыққа ұмтылған асқақ арманы мен қайсар рухының жемісі. Еліміз 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіздігін жариялап, дербес мемлекет ретінде әлемге танылды. Алғашқы экспозицияда Қазақстан Республикасы президентінің қаулысы, жарлығы, бұл жерде яғни Конституцияның жарлықтары және қаламызды Атырау туралы өзгерту туралы қаулысы алдарыңызда. Және де алдарыңызда 1993 жылы 15 қарашада айналысқа енгізілген ұлттық валюта теңгенің түрлерін көре аласыздар бұл жерден. Әрмен қарай экспозицияда қаламыздың ескі және жаңадан салынған бұл жерде фотосуреттерін тамашалай аласыздар. Вокзал маңы, тұрғын үй қалашығы, жайық жағалауында орналасқан Ренко қонақ үйлеріміз, бұл жерде итальяндық қонақ үйлердің бірі, және қаламыздың орталығындағы Ақжайық қонақ үйі, орталық көпіріміз, бұл жерде жаяу жүргіншілер көпірі, бұрынғы мұнайшылар мәдениет сарайы, бұл қазіргі Құрманғазы атындағы мәдениет сарайымыздың фотосуреттері, Ақ үй әкімшілік ғимаратымыздың сыртқы ғимараты бұл жерде алдарыңызда. Және де әрмен қарай экспозицияда елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың осы Атырау облысы өңіріне әр жылдарда іс-сапармен келген кездегі фотосуреттерін көріп тамашалай аласыздар. Сонымен қатар бұл экспозицияда тәуелсіз еліміздің бүгіні мен келешегі үшін қара алтынның маңызы өте зор. Мұнайлы Астана атанған Атырау өлкесінде Атырау мұнай өңдеу зауыты, Ембі-Мұнайгаз, Казтрансойл акционерлік қоғам батыс филиалы және де Теңізшевройл атты мұнай компаниялары бұқара халықты жұмыспен қамтуда қазіргі кезде. Әрмен қарай экспозицияда алдарыңызда халыққа жылу және электр желілерін жетілдіруде адал қызмет ететін Атырау энергия кешені өлкеміздің бір байлығы. Атырау мұнай-маш машина жасау зауыты және де Атырау бекіре балық өсіру зауыты, бұл бекіре тұқымдас балықтарды жасанды түрде өсіретін және жылына 3,5 миллионнан астам шабақтарды Жайық өзеніне жіберуде. Тәуелсіз Қазақстан тарихы залындағы ең басты экспозицияларымыздың бірі бұл Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне арналған болатын. Алдарыңызда Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы бұл еркіндіктің, бостандық пен егемендіктің белгісін білдіреді. Қазақстан Республикасы мемлекеттік туымыздың авторы бұл белгілі Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген әртісі Шәкен Ниязбеков. Келесі әрмен қарай алдарыңызда Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасы орналасқан. Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасының авторы белгілі суретшілер Шотаман Уәлиханов және Жандарбек Малибеков. Сонымен қатар алдарыңызда Қазақстан Республикасы мемлекеттік әнұраны сөзін жазғандар Жұмекен Әшімеден және Нұрсұлтан Назарбаев, әннің авторы Шәмші Қалдаяқов. Әрмен қарай бұл залымызда облыс көлемінде ауқымды реформаларды жүзеге асыру мақсатында көптеген жобалар іске асырылуда. Солардың бірі бұл жерде алдарыңызда заманынан 1998 жылы іске қосылған тұрақты түрде халықты нан өнімдерінің түрлерімен қамтамасыз етуде. Первомай жауапкершілігі серіктестігі бұл Атырау облысы Бахамбет ауданына орналасқан ірі шаруашылықтарының бірі болып келеді. Яғни шаруашылық көкөністер өсіріліп, сүт өнімдерінен дайындалған тағамдарды шығарумен айналысады. Тұз жауапкершілігі серіктестігі натрий тұзын өндіріп шығаратын тәжірибе өндірістік кәсіпорынның базасында құрылған. Каспий балық 1999 жылы Шортанбай балық яғни өндірістік кооператив ең көп балық аулайтын және оны өңдейтін өндірістік кооператив орны болып табылады. Әрмен қарай алдарыңызда Сарайшық асыл тұқымды шаруашылығы, бұл жерде асыл тұқымды ешкі малы өсіріліп, өнім ассортиментінің 16 түрі кездеседі. Асыл агро жауапкершілігі серіктестігі 2015 жылы іске қосылған құтыдағы ет өнімдерін шығарумен айналысады. Сонымен қатар Атырау Агрофеликс бұл консервіленген көкөніс тауарлық заттарды шығарумен айналысады. Әрмен қарай алдарыңызда Атырау Бөдене, алмалы құс фабрикаларымыз, алдарыңызда фотосуреттерменен өнім түрлері орын алған. Сондай-ақ Атырау облысында бір рет қана қолдануға арналған шприц зауыты, ол Бранды жауапкершілігі серіктестігі. Және де Рауан Налка мұнай және газ өнеркәсібі үшін отандық химиялық реагенттерді өндіруші кәсіпорын, яғни химиялық реагенттерді өндірумен, оларды әзірлеумен және сатумен айналысады.
Әрмен қарай алдарыңызда Каспийланы Атырау жауапкершілігі серіктестігі. Бұл табиғи жүннің бірегей түрлері, яғни түйе, қой және ешкі жүндерінің бірегей түрлерін шығарумен айналысатын кәсіпорын болып табылады. Батыс Қазақстандағы ең бірінші кәсіпорын. Полимер Продакшн және Казхим жауапкершілігі серіктестіктері болар полипропиленді өнеркәсіп салалары болып келеді. Және де Атырау облысында біздің Қазақстан халқы ассамблеясы 1495 жылы құрылған болатын. Жалпы осы Атырау облысында еліміздің әртүрлі әлеуметтік, мәдени, саяси өмірге белсене араласа отыратын 17 этномәдени бірлестіктеріміз бар. Осы алдарыңызда экспозициядан әр ұлт өкілдерінің фотосуреттері менен грузин халқының, татар халқының және корей халқының жеке тұтынған бұйымдарын да тамашалай аласыздар. Осымен Атырау облысы тарихи өлкетану мұражайымыздың барлық залдары бойынша, 8 экспозициялық залдары бойынша экскурсиямыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.